Қайырлы күн достар, сіздермен мөлдір. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында KFC тауық қанаттарын бірге дайындаймыз. Каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде подписаться батырмасын басып өтіңіз және видеоны соңына дейін көріңіз. Ол үшін бізге осындай тауық қанаттары қажет болады. Ең алдымен осыны жібітіп, барлығын кезек-кезек керек емес осындай ұштарын алып тастаймыз. Және де осы тауық қанатын ортасынан тура екіге бөлеміз. Енді барлығын кесіп болған соң салқын сумен жақсылап жуып аламыз. Кейіннен шарамызға мұздай салқын су құямыз және оның үстіне 2 шай қасық тұз саламыз. Сондай-ақ паприка саламыз. Паприканы міндетті түрде өлшейтін весовой түрін алыңыздар, сол кезде дәмі өте жақсы болады. Дәміне қарай қара бұрыш саламыз. Тауыққа арналған приправа және де қызыл бұрыш саламыз. Менде весовой өлшейтін қызыл бұрыш болмағандықтан пачкадағы қызыл бұрышты пайдаландым. Сондай-ақ 3-4 тісше сарымсағымызды кішкене күштің көзінен өткізіп саламыз да барлығын жақсылатып араластырамыз. Енді осы сұйықтығымызға жаңағы біздің жуып дайындап алған тауық қанаттарын түгелдей салып, маринадталуға кем дегенде 5-6 сағатқа немесе 1 түнге қойсаңыздар, одан да жақсы болады. Бетін жауып міндетті түрде салқын жерге қоямыз. Біздің тауық қанаттары маринадталып болған соң, табамызға керек мөлшерде майымызды құйып, қатты отта қыздырамыз және осында үлкен ыдысқа өзімізге ыңғайлы етіп, ұнымызды електен өткізіп салып аламыз. Және маринадталып тұрған тауық қанаттарын алып, ұнға салып аунатамыз. Яғни бұл процесті 2 рет 2 қайта жасаймыз. Яғни қазір ұнға аунатып болған соң, тағы да жаңағы сұйықтығымызға салып, тағы бір ұнға аунатамыз. Барынша түсінікті болу үшін мен сіздерге видео арқылы барлығын көрсеттім. Достар, сіздерге қажетті заттардың барлық керекті мөлшерін видео астында описание деген бөлімге қалдырып кетемін. Сол жерден нақтысын қарап алсаңыздар болады. Енді осы сұйықтығымыздан тауық қанаттарын қайта алып шығып, қайтадан ұнға жақсылатып аунатамыз. Неке аунатып болған соң, артық ұндары кетуі үшін осындай үлкен сетка, ожау сеткаға салып, сілкіп алсаңыздар болады. Және қатты қызып тұрған майға 2 жағы қып-қызыл болып қызарғанша қуырып аламыз. Майымыз міндетті түрде қатты отта қызып тұруы тиіс, себебі сіздердің крылышкиларыңыз қытырлақ болмай қалуы мүмкін. Және ақырын отта тұрса, барлық майды өз бойына сіңіріп, өте майлы болып кетуі мүмкін. Сол себепті де қатты отта пісіріп, піскен соң осылай қағаз салфетканың үстіне майын артық майы сорғу үшін қойып шығамыз. Осымен біздің үй жағдайындағы тауық қанаттарымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте дәмді. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.